Қайын енесімен жақындасып қойған күйеу жігіттің әңгімесі. Болашақ қайын енесімен бірнеше жас кіші бозбала онымен жақындасып қойғанын және бұл әрекетіне тіпті өкінбейтінін айтады. Ер адам 17 жастағы Мадина есімді қызбен кездесіп жүргенін баяндаған. Айтуынша, мәселенің бәрі сүйіктісі оны анасымен таныстырғаннан кейін басталыпты. Болашақ қайын енесі оны жылы қарсы алып, тіпті қызы жоқта шүйіркелесетін болған көрінеді. Гүлзағура апаймен жақсы араласып кеттік. Үйлеріне де емін-еркін келіп шай ішіп, әңгіме дүкен құратынбыз. Оның маған қараған көзқарасының астарында бір сыр жататын. Кейіннен білдім, ол Мадинаның туған анасы емес екен. 4 жаста болғанымда әкесі Гүлзағура апаймен үйленіп, бұл сенің анаң деп айтыпты. Ал өз анасы жайында сұрағанымда Мадина бұл жайында екінші рет әңгіме қозғамауымды өтінді. Туған анасы болмаса да екеуі осы күнге дейін бір ретте ренжіспеген екен. Әрине, анаңдай сөзі майда, эмоцияға берілгіш, сенің ойыңды айтпай тұрып оқып қоятын әйелмен ренжісу мүмкін емес, дейді азамат. Бірде сүйіктісі Мадина ата-әжесіне ауылға кетіп, анасы екеуі оны вокзалда шығарып салған көрінеді. Ал қыздың әкесі болса іс-сапармен басқа қалаға кетіпті. Осы уақытты пайдаланып, жігіт пен келіншек дәмханаға барып, ішімдік ішіп, мас болып қалған. Сөйтіп, жақындастық деп ағынан жарылды жігіт. Бірақ уақыт бұл оқиғадан кейін ыңғайсызданып жүрдім. Оның үйінде де көп жақындамай, Мадинамен де далада кездестім. Айтып қояма дегенде қорқыныш болды. Бірақ солай бәрі бұрынғыша жалғасып жатты, дейді ол. Сонымен бірге, ол алдағы уақытта Мадинаға үйленетін болсам, қайненемен ара қатынасым қалай болмақ деп көпшіліктен ақыл-кеңес сұраған. Сіздің ойыңызша қандай? Бұл жігіт ендігі кезекте не істеу керек? Комментарийға өз ойыңызды жаза кетіңіз.